Запись экранды қосып қойдым. Так, айғаным, міне қарай, мынау бізде өткізгіш сым болып табылады. Мынау Аха. мынау тоқ көзі осылай жалғаймыз. Бізде бүгінгі тақырып конденсатор дегенде ол не үшін керек? Иә? Мынау бізде конденсатор деген сөз. Міне конденсатор осылай екі жұқа пластинадан тұрады, параллель орналасқан жазықтық. Пластиналар бір-біріне жазықтық параллель орналасады. Арақашықтығы д, мына аудандары бойынша жазық конденсатордың электр сыйымдылығын анықтайтын формуланың алдында жазғанбыз, иә? Енді оны қалай өткізгішке жалғаймыз? Міне өткізгішке оны тізбектей және параллель жалғауға болады. Мынау барлығы бізде өткізгіш сымдар деп аталады. Өткізгіш сымдармен жалғаймыз. Бүйтіп жалғап аламыз, міне. Жалғап болдық. Енді кілтті қосып көреміз бүйтіп. Не болып жатыр? Қарайық, иә? Көрініп тұр ма саған айғақ? Иә, көрініп тұр. Былай көрсетіп қояйын, иә, міне. Мынау ағылшынша енді былай жазылып тұрған Ом кедергінің өлшем бірлігі болып. Ал, Келесі тақырыптарда көреміз. Кедергі, тоқ күші, кернеу деген тақырыптарды өткен кезде өлшем бірлігі Ом кедергінің. Ал вольт кернеудің өлшем бірлігі, иә? Біз оны потенциалдар айырымы дедік қой, электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы деп, иә? Енді қараймын, міне F деп тұр, фарад. Сонда бізде жазық конденсатордағы электр сыйымдылығы 0,1 фарад деген сөз. 0,1 фарад өтіп жатыр, иә, міне. Барлық аха. бағыттар жатыр. Егер кілтті ажырассам, не болады? Жаңағы бағытталған электр иондар қайтеді. Көрінбей қала ма? Көрінбей Жалғасама? жүрмей қалады, иә, міне мен. Иә, Егер жүрмей алып қалды. тастайтын болсам, міне жүрмей қалады. Бұл жерге уақытты қойып есептеуге де болады. Уақытты қойып есептеуге де болады. Сол арқылы мәнін анықтауға болады. Неше жерге? Мен еще запись экран қосып қалған ғой. Жақсы, айғаным. Так, сонымен мынау ненің шартты белгісі болды? Так, бәріміз айтамыз, балалар. Экрандарыңды қосып қойыңдар. Бұл конденсатор, иә? Конденсатор электр сыйымдылығы өлшем бірлігі фарадпен өлшенеді дедік, міне. Міне қарапайым ғана тізбекке жалғап осылай анықтап алуға болады енді. Мектепке келген кезде кәдімгі 300-ші кабинетте бұндай зертханалық жұмыстарды біз орындайтын боламыз. Так, енді келесі экранымды қосып жіберейін. Так, келесі экран. Так, қазір мынаны қосып қояйын енді. Так, айғаным көріне ма экран? Иә, көрініп тұр. Мынау көрінді ма? Иә, көрінді. 1745 жылы алғаш рет конденсаторды Голландия университетінің оқытушысы профессор Питер ван Мюссенбрук қолданған болатын. Ол оны электр зарядына сақтауға қолданды. Құрылғыны университет орналасқан қаланың атына Лейден банкасы деп атаған. Конденсатор сумен толтырылған шыны банкадан, сыртынан және ішінен қаптаған металл фольгадан тұрады. Ішкі фольгаға қосылған мыс сымы тығын арқылы өтіп, колба жабылатын. Нәтижесінде ыдыс бақылау арқылы зарядтан ажыратылатын. Конденсаторды зарядтау үшін бір типті заряд оның бір пластинасында берілуі керек. Бұл полиэтилен негізбен зарядталған сыртқы топтың жанасуымен іске асуы мүмкін. Басқа конденсатор пластинасы дәл сол уақытта жерде болуы керек, немесе қарама-қарсы типті зарядпен бір уақытта берілуі қажет. Басқа пластина жерге тұйықталған кезде конденсатор индукция есебінен зарядталады. Конденсатор пластиналары өткізгіш арқылы жалғанған кезде ол зарядтан ажырайды. Так, сонымен айғаным конденсаторды не үшін қолданыпты? Тоқтан ажырату үшін ба? Так, электр зарядын жинақтау үшін қолданған, иә? Электр заряды. Иә. Оған қандай ат берілген? Қандай банк деді? Лейден? Лиден. Лейден банкісі дейді. Арман кірді, айым кірді, иә? Міне айымды қосып алып. Міне. Так, сонымен конденсатор қалай пайда болды, оның тарихына қысқаша шолу жасадық, иә? Міне. Бұрынғы кезде конденсатор міне көрініп тұр, иә? Міне. Так, шыны цилиндрден тұрады, металл ортасында фольга бар и мыс өткізгіш бар, міне, иә? Так, электр сыйымдылығы, яғни бұл конденсатор
жұқа электрлік қабатпен бөлінген екі зарядталған өткізгіштердің жүйесі. Конденсатордың негізгі қызметі зарядтарды жинақтау үшін және лезде босату үшін керек дейді. Конденсаторды, яғни электр сыйымдылығын с деген әріппен белгілейміз. Зарядтың фиға қатынасы, фи дегеніміздің жерде потенциал айырымы, немесе олардың өзгерісі, ол потенциалдар айырымы деп аталады. Оны уға тең, екеуінің де өлшем бірлігі бірдей, міне қарап отырсақ, иә. W-ді білеміз, электр энергиясы, Q дегеніміз заряд, S дегеніміз конденсатордың электр сыйымдылығы. Сонда конденсатордың сыйымдылығы қалай беріледі десеңіздер, үлкен S деген әріппен белгілейді. Өлшем бірлігі фарадпен өлшенеді екен, е? Өлшем бірлігі фарадпен өлшенеді. Так, міне, өлшем бірлігі фарадпен өлшенеді. Бір фарад дегеніміз не, қараңыздар? Бір фарад дегеніміз ол потенциалы 1 вольтқа арттыру үшін 1 кулон зарядты қажет ететін өткізгіштің сыйымдылығын білдіреді. Яғни Q тең болады, S тең болады, Q бөлінген O деп жаңа айттық, S тең болады, зарядты фиға бөлеміз деп. Зарядтыға бөлеміз. Так. Мынаны қосып алайық, міне. Келесі. Не қатқалды. Келесі. Енді конденсатор бізге екіге бөлінеді. Біреу жазық конденсатор, екіншісі сфералық конденсатор. Сфералық конденсаторды біз енді жоғары 10 сыныпқа барған кезде оқимыз. Қазірше біз жазық конденсаторды оқу керекпіз. Ол жазық конденсатор неден тұрады? Ол екі жұқа қабатты пластинадан тұрады, бір-біріне параллель орналасқан, е? Және белгілі бір D деген арақашықтығы болады. Және S дегеніміз ол екі пластинаның ауданы. Бұндағы эпсилон және эпсилон 0 деген екі шама тұр, ол екеуі тұрақты шама. Бұндағы эпсилон деген не? Ортаның диэлектрлік өтімділігі. Ал эпсилон 0 деген ол электр тұрақтысы. Бұның мәні тұрақты, өзгермейді. 8,185 көбейтілген 10-ның -12 дәрежесі фарад бөлінген метр деген. Ал енді мына ортаның диэлектрлік өтімділігі ол өзгеріп тұрады. Егерде электр тоғы белгілі бір басқа бір суда, ауада десе, онда оның мәнін қайтеміз біз өзгертіп жазып отырады екенбіз, е? Енді келесі қарайық. Ал энергия неге тәуелді деген сұрақ туындайды, е? Энергиясы бізде қараңыздар, міне, кітаптарыңызда да беріліп тұр. С квадрат бөлінген 2, немесе зарядтың квадратын бөлеміз 2 еселенген конденсатордың көбейтіндісіне. Сонымен конденсаторды жаңа тізбектей де параллельде жалғауға болады екен. Оны айған екенбіз көрдік, е? Енді оның қандай ерекшеліктері бар? Тізбектей жалғаған кезде міне зарядтар өзгермейді. Кернеулер қосындысына тең болады. Конденсаторын анықтау үшін барлық конденсатордың қосып кернен біріне бөлеміз. Ал параллель жалғаған кезде кернеулері тең болады, өзгермейді. Және зарядтар қайтеді, қосындысына тең болады. Ал жалпы сыйымдылықты табу үшін барлығын бір-біріне қайтеміз, қоса салады екенбіз. Қоса саламыз. Так, қоса саламыз. Енді ары қарай мен бірдеме көрсетіп жіберейін. Мысалы, былай деп есептейік, балалар. Ол конденсаторды параллель жалғау ол қалай жүзеге асады? Оны білу үшін, мысалы, жаңа С деп білеміз еді ғой, міне. Екі конденсаторды осылай жалғай саламыз бірден. Мынау шартты белгісі осындай, міне. Так, осылай жалғап қойсақ, мынау конденсаторды параллель жалғау болады, міне. С1 бөлінген С2. Егерде С1-дің мәні 2 микрофарад болсын. Так, С2-ның мәні 3 микрофарад болсын. 3 микрофарад. Енді мынау параллель жалғанып тұр, онда біз оның қасиеттеріне сүйенеміз. Біріншісі, параллель жалған қайсы ол? Мынау ғой. Екіншісі, параллель жалған кезде кедергілер кернеуі қандай болады? Өзгермейді, сақталады. Ал зарядтарының қосындысына тең болады. Ал жалпысы неге тең? Мынадан жалпысыны табу үшін екеуін бір-біріне қосыламыз, міне. 2-ні 3-ке қоссам қанша болады? 5 микрофарад деп жаза саласыздар. Міне. Ал егерде керісінше болса, былай болсын енді. Енді мен қайтадан өшірейін. Жаңа мен параллель жалғадым. Енді мен оны керісінше, бізге ылғи да параллель жалған конденсатор бере бермейді ғой. Кейде ол тізбектей жалған кетеді, кейде параллель жалған кетеді. Онда оны қалай есептейміз деген сұрақ туындайды. Мысалы, мынандай болсын. Жаңағы параллель. Енді конденсатор тізбектей дегенде жалғанған кездегі түрі ыңғайлы болады бізге, қараңыздар, міне.
Так, осы конденсаторлар мына тізбектегі үшеу болып жалғанып тұр дейік. Үшеу болып жалғанып тұр. Жарайды, енді жаңағы ұқсайтындай қылып екеуін ғана алсақ, иә? Так, екеуін ғана алсақ, қараңыздар міне. Енді қараңыздар, бірінші қасиет тізбекте жалғанудың қасиеті мынау. Екіншісі параллель. Жаңа параллельге мысалдар келтірдім. Мынаны С1 деп қоямыз, мынаны С2 деп қоямыз. Мысалы, мынау 2 болсын, 2 микрофарад, мынау 4 микрофарад болсын. Бізге табу керек конденсатордың жалпы сыйымдылығын. Онда біз бірден мына формуланың орнына қоя саламыз. Бір емес, 2 конденсатор болып тұр, иә? Онда бір бөлінген Иә. С жалпы дейсіздер де, міне. Тура осындай есеп бар жаттығу дәптерлеріңізде. Бірді С1-ге бөліп қосамын, бірді С2-ге. Міне. Сонымен орнына қоясың, міне. Бір бөлінген 2 қосылған 1 бөлінген 4 дейміз. Ортақ бөлме келтіреміз, мынаған 2-ні көбейтеміз. Так, сонда 1 бөлінген С жалпы тең, түсініп қарап отырсаңыздар. Так, ортақ бөлімі 4-ті қоямын. Мында 2, анамен неше болады? 3 болады. Енді осы жерден балалар қандай қате жібереді? Тура осылай тұрғанда 3-ті 4-ке бөліп қоя салады. Ондағы жауабың қате болады. Өйткені мына жерде бір тұр міне. Так, сонымен С жалпыны табу үшін бүйтіп асықпай жазыңыздар, кәдімгі бұл алгебра енді. Сонымен былай ауысады міне, мынау былай көбейтіледі, мынау былай көбейтіледі міне. Сонымен 4 үстіне қарай кетеді де, 3 астына түседі міне. Сонымен 4-ті 3-ке бөле саласыңдар. Сонымен осындай бір нәрсе, бір микрофарад шығады екен міне. Жуықтап ала саласыңдар, 1 деп, 1,2 деп. Міне. Так, бүгінгі тақырыбымыз осы болған мектепте. Осы тақырыпты өтіп, жаңа конденсаторды қалай жалғау керек, соны көрсетіп барып есептер шығарамыз деп жоспар құрғам, оған бүгін аяқ астынан онлайн болып қалды сабақ, иә, міне. Так, енді сұрақ бар ма? Балалар сұрақ қойыңдаршы, анау қайдан келді деп. Алпамыс, кім? Арман, Мадина, қоя қойыңдар сұрақ. Қандай сұрақ бар? Бүгінгі тақырып конденсатор болды, міне. Конденсатор. Сұрақ бар ба? Или жоқ па? Жоқ па сұрақ? Так, онда сұрақ жоқ болса, былай істеймін. Группаға қазір сілтеме жіберемін. Сілтеме жіберем. Так, қазір қайта бір ашып жіберейін мына жерден. Естеңіз бір көрсетіп жіберейін бір нәрсені. Құрметті оқушылар, қазір мен сіздерге сілтеме жіберем, нейрпод. Так, қазір мен ол үшін сіздерге көрсетіп алайын. Так, көрінді ма? Міне. Нейрпод.com деген сайттың сілтемесін жіберем, соған кіресіздер де тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін сіздерде осындай бет ашылады, қараңыздар. Осындай бет ашылғаннан кейін, мына жерде көп сұрақтар бар, қызықты сұрақтар. Соған жауап бересіздер. Мына жерде драуит деп тұр ғой, міне. Драуит деп тұр, е? Осы жерде міне есепті шығарасыңдар, міне. Мынаны шығарып болғаннан кейін, осы платформаның өзіне жүктей саласыздар. Мына шығарылған есептеріңізді маған WhatsApp-қа жеке жүктемеңіздер. Бұның барлығы менде көрініп тұрады. Мынаған тіркеліп кірсеңіздер, сіздерді автомат түрде мен ана жақта компьютерімнен көріп отырамын. Сондықтан анда бір шығарып, мында бір шығарып, фотоға түсіріп, маған қарай жібермеңдер. Түсінікті ғой, е? Иә ма, жоқ па? Жауап беріңдер, кері байланыс. Алпамыс? Иә. Әдемі кірді міне кешігіп. Жақсы, балалар, жаңа бағанадан бері айтылған тақырыптардың запись экранын қазір группаға жіберемін. Тағы да бір көріп шығыңыздар. Содан кейін осы сілтеме бойынша есептерді шығарып жүктейсіздер. Осы нейрпод деген платформаға жүктейсіздер. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сіздердің тапсырмаларыңызды мен сағат 4-ке дейін күтем. Жақсы, сау бола қойыңдар. Кірмей жатса айтыңдар. Апай, шыға берсек болады ма? Иә, шыға беріңдер. Группаға сілтемені жіберем қазір мен. Аха, жақсы. Сол сілтемеге кіресіздер де тапсырманы орындай бересіздер.
Так, жетті. Вот міне кетті.